Орозо, Рамазан айының орозосу, мен мұсылманмын деген адам дені сақ болса, балағатқа жеткен болса, орозо қармашы бардығына парыз. Егер бала емізген аялға ұрықсат, орып қалған аялға ұрықсат, орыған еркек болса ұрықсат, дағы башқа бір себептерден сапарға шығып кеткен болса ұрықсат, ошолорго оз ачып алғанға ұрықсат. Адам башқа, соның дені сақ адамға парыз болып есептелет. Рамазан айы толық башталғандан етегіне чейін bir күнді атайлап өзі біліп тұрып тамақ аш жеп, дарыны атайлап içip орозосын açып алса, қатары менен 60 күн орозо тұтып беріш керек. Егер мұның жазасы, Рамазандың ошондой урмат сыйы бар. Пайғамбарыбыз хадисте айтат, шөнтіп Рамазандың урмат сыйын жыртпағыла, қадырын төкпөгіле. Ким атайлап шу Рамазанда біліп тұрып күндіз тамақ içip атқан болса, орозо қармай тұрған еле гилтің деген ден солығы бар адам, орозода тамақ içip атса күндіз рұқсат берілбейді шариатта. Макру дейді, жаңағы бір адам орып, орозо қармай албай қалды, шариат рұқсат берді. Бірақ ошо кишиге дағы мындай мұсылмандардың орозо қармағандардың арасында ачық отырып тамақ жегенін макру дейді. Бұл орозонun урматы ошончолук. Кимде ким орозонun урматын жыртса, аға жанағындай 60 күн қатары менен тұтып келатып, 59 күн тұтып, біриндағы 60-ын қошпой қойса, қайта баштан 60 күн тұтыш керек. Бұл орозонun урматы, қадыры шунчалык. Ошон үчүн ата тура айтып атат. Бирөөлөр анан кийин кокуюшу 3 күн орозо деп, башында кармап, ортосунда кармап, этегинде кармап, өзүнчө акылдуу болуп, муштахид болуп, анан биз ушу орозого тең болот деген маселе жок бу орозодо. Рамазан айында андай болбойт.